Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сынама алу әдістері. Яғни сынама, біз білеміз, сынама қандай жағдайда алынады, не үшін алынады. Сынама дегеніміз, яғни ол лабораториялық түрде алынатын қандай да бір өнімнің кішкентай бір бөлшегін айтамыз, яғни зерттеу мақсатында. Негізі сынама алу әдістерінің түрлері көп болып саналады, бірақ біздің мамандыққа келіп тоқталған кезде пайдалы байыту, яғни кеннің құрамынан сынама алу әдістерін қарастырамыз. Негізі сынама алу бізде пайдалы газдаларда екі жағдайда алынады. Біріншісі ол біз негізгі байыту процесі кезінде, ол флотациялық байыту процесі. Екіншісі көмекші процесс кезінде, яғни қоюландыру процесі. Флотация кезінде алынатын сынаманың негізгі мақсаты, яғни кеннің құрамындағы металл үлесін бақылау мақсаты болып табылады. Ал келесі көмекші процесте алынатын сынаманың мақсаты, ол кеннің құрамындағы артық су мөлшерін анықтау мақсатында алынады. Енді қараңыздар, сынама негізінде екі түрлі жағдаймен алынады бізде. Қолмен және автоматты түрде, яғни машиналардың көмегімен. Енді қазіргі кезге тоқталатын болсақ, әрине қазіргі кезде бізде автоматты түрде алынады. Яғни флотациялық байыту кезінде сынама қандай автоматты машина түрлерімен алынады. Ережелерін жазып отырыңыздар, машина түрлері, яғни AX1, яғни OP67 сынама алғыш машиналармен алынады екен. Бұл флотациялық және қоюландыру процесі кезінде алынатын сынаманың алынатын машина түрі. Енді флотация кезінде сынама қандай уақыт аралығында алынады, яғни 20, 15, 15, 2 минут аралық сайын флотация процесі кезінде сынама алынып отырады екен. Және қандай жаңағы құрылғымен алынады. Ол кішкентай басы өткір пышақ секілді бір құрылғымен алынады. Оның өзінің арнайы кішкентай көлемі болады, яғни 4 мм-лік пышақ секілді құрылғы арқылы сынама алынып отырады екен. Сынаманың барлығы бірінші кезекте сынама жинағыш өзі корпус болады, сол корпусқа барып жиналады екен. Әр 2 сағат сайын ғана бұл бізде лабораториялық тексеріске жіберіліп отырады екен. Яғни сіздер 15, 25, 12 минут сайын алынған сынамаларыңызды бірінші жинайсыздар, содан кейін ғана лабораториялық тексеріске жіберіледі екен. Түсініп отырсыздар ғой, яғни лаборатория оны әр 2 сағат сайын ғана сынаманы тексеріп отырады. Түсінікті ма? Яғни біз білеміз, флотация байыту кезде бізде бірінші тазалау, екі негізгі флотация, бақылау флотациясы бар. Әр флотацияның сатысында әр сынама алынып отырады. Неге? Өйткені әр саты сайын біз кеннің құрамындағы металл үлесін бақылау мақсатында. Яғни қанша есе көбейді, біздің концентратымыз қандай күйде болынады. Яғни кеше біз білеміз, сынама бізде флотация кезінде екі өнім алынады. Концентрат және қалдық. Бірақ сынама бізде концентраттан алынады. Өйткені концентраттың құрамындағы металл үлесін бақылау мақсатында аламыз. Яғни қанша есе металлымыз көбейді, немесе қанша есе металл үлесті концентрат ала алады екенбіз, соны бақылаймыз. Яғни біз білеміз, фабрикада ОТК отделы бар, яғни лабораториялық тексеріс отделы. Яғни осы отделда бізде сынаманы барлық мөлшері жиналады және сол жақта тексеріледі. Енді концентратты айтып кеткеннен кейін, енді біз көмекші процестер. Көмекші процесте бізде сынама негізінде сүзу процесінде алынады. Яғни білеміз, бірінші қоюландыру, сүзу, кептіру процестері жүреді. Осының ішінде бізде сүзу процесінде алынады. Сүзу процесі кезінде бізде қандай екі өнім алынады? Фильтрат және кек. Енді сынама, яғни бізде кектен алынады. Өйткені кеннің құрамында қанша есе су мөлшері яғни жоқ, қанша есе су мөлшері қалды, әлде кептіру керек, немесе қажетті бір деңгейге жеткізу мақсатын білу мақсатында жаңағы бізде тексеріс өтіп отырады. Яғни көмекші процесс, сүзу процесі кезінде де тура осындай А1 және ОП6 дегеніміз осы машиналармен тоже бізде
көмекші процесте де сынама алынады екен. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар, бұл сынамаларды мысалға біз айтамыз жаңағыдай 2 сағат сайын деп айтып отырық қой, ол бізде негізгі флотация кезінде негізі 2 сағат сайын ғана тексеріп отырады. Ал кептіру, яғни көмекші процесс кезінде бізде ОТК дело, яғни кеннің құрамында су мөлшерін анықтау мақсатында 1 сағат сайын жүргізеді екен. Түсінікті ғой, 1 сағат аралығында ол жүргізіп отырады, ал негізгі флотация кезінде ол 2 сағат сайын жүргізеді екен. Енді жаңағы біз айтып кеткен сынамалардың басты мақсаты, яғни біз қай уақытқа аралығында алынады, яғни сынама алу барысында негізі 1 апта, 1 ай және жаңағы жылдық сынама ретінде 3 түрге бөлінеді екен. Яғни сіздердің алған сынамаларыңыз бастапқы кезінде жаңағы лабораториялық тексеріс кезінде бізде 3 түрлі сараптама жүргізеді екен. Яғни 1 апталық сынама, 1 айлық сынама және 1 жылдық сынама. Яғни бұл кезде не көрсетеді? Кеннің құрамында қанша мөлшерде кен, яғни металл үлесі бар екенін көрсетеді. Және кеннің құрамында қанша есе су мөлшері немесе қанша есе кептірілді, осы мақсатта сынама алынып және соның несі көрсетіледі? Барлық данные көрсетіліп отырады екен. Осы данныйлар, яғни 1 апта, 1 ай және 1 жылдық болып бөлінеді екен. Түсінікті ғой, біз білеміз, біздің алынған кеннің жаңағы концентратымыз басқа мемлекеттерге шығады. Сондықтан біз бұл сынамаларды алу басты мақсаты, яғни олар алынғаннан кейін сынаманың арнайы пакетиктері болады өзі. Соған салынады және сол жерде концентрат мөлшері, кептірілген мөлшері, жаңағы граммы, яғни осынша граммда қанша концентрат екенін көрсету, соны салынған арнайы пакетиктер болады. Осы пакетиктерді өзінің қоймаларына жібереді, яғни осыған байланысты біз уже болашақ, яғни барлық жаңағы байытылған кеніміздің құрамынан қанша есе концентрат немесе металл үлесін алатынымызды анықтай алады екенбіз. Түсінікті ғой, Жақсы, енді осы тапсырмаға байланысты, яғни сынама алу әдістеріне байланысты бірнеше тапсырмалар орындайды, яғни бекіту барысына байланысты. Яғни кроссворд білеміз ғой, әр сабақта істеп жүрген кроссворд, яғни бірінші сұрақ шығар. Осы сұраққа сіздер өздеріңіздің ответтеріңізді айтып отырасыздар. Топ бойынша жұмыс жасай, бірінші топ ішінде қол көтереді, сосын барып қана жауап береміз. Кен ішіндегі құрамы, яғни бір кендегі бірнеше минералдар қалай аталады? Айта ғой, Сынамалау. Сынамалау. Келесі бізде, яғни ТББ деген білеміз, ОТК дело жаңағы лабораториялы, тәуліктік сынамалардың екінші данасын сақталып, оның негізінде не жасалынады? Яғни біз жаңа айтып отқандай, Сынама. Сынама алу әдісі кезінде флотация өнімдерінен сынама алу қалай жүргізіледі? Жаңа біз айтып кеткенбіз, автоматты түрде. Қолмен немесе автоматты түрде сынама алу кезінде қандай сынамалғыштар қолданылады? АПБ, ОП-67. Яғни жаңа айтып кеткенбіз, АПБ, ОП-67. Сынама алу әдісі кезінде қолданылатын құрылғы түрі. МСТ 1480. МСТ. Yok, 14. 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
Босандырғыш сынама вакуум фильтрден түсіріледі және кептіріледі. Кептірілген сынамалар неден өткізіледі? Сынама алуда экспресс сынама жинақталатын орын қалай аталады? Яғни жаңа мен сіздерге айттым, 15-20 жинағыш станция. Жинағыш станция. Келесі сұрағымыз. Бас корпуста флотация өнімдерін экспресс талдау үшін сынама алу, жеткізу және дайындау неше сағат сайын ОЦК немесе тепловоз сынамалауға жүзеге асырылады? Экспресс талдау үшін ауысымдық сынама неше сағат жиілікте алынады? Болды, иә? Дұрыс. Келесі яғни жай сұрақтар, иә? Технологиялық қасиеттерін анықтау үшін киімдердің қасиеттерін байыту тәсілдерін талдау. Негізгі және ілеспе пайдалы компоненттерін сонымен қатар зиянды қоспаларды анықтау үшін жүргізеді. Негізгі және ілеспе пайдалы компоненттерін сонымен қатар зиянды қоспаларды анықтау үшін жүргізеді. Пайдалы қазбалардың және қоршаған тау жыныстарын физика-механикалық қасиеттерін анықтау үшін жүргізеді. Пайдалы қазбалардың және қоршаған тау жыныстарын физика-механикалық қасиеттерін анықтау. Геохимиялық барлау жұмыстарды жобалауды негіздеу үшін білеміз, А, Б, С, Б, С2 категорияларын біз қарастырғанбыз. Свет категориясы. Жан-жақты геологиялық барлау жұмыстарын жолға қоюды негіздеу үшін Сывыр категориясы. сыртқы орта объектілерін флотация өнімдерін сынама алу қолмен және автоматты түрде қадағалау. Өнімдегі интервал және ағымына қарай сынамалар арасында интервал кептірілген сынамалар неше миллиметрлік тесігі бар? Сынама алу үшін сәйкес келу керек құрылғы. Бас корпуста флотация өнімдерін жеткізу және дайындау неше сағат сайын жүзеге асырылады? Сынамалар немен алынады? Пышақпен. Міне 4 метр тесік бар пышақ.